Тақырыбы құлагер поэмасы, құлагер еркіндік бейнесі атты тақырыбымызды бастаймыз. Отырайық. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары поэтикалық драмалық мәтіндегі композициялық амалдарын талдау, шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, өз ойын жазу, Ілияс Жансүгіровтің композициялық поэмасындағы амалдарын талдау бүгінгі сабақтың басты мақсаттары және бүгінгі сабақтың критерийлері поэмада қолданылған композициялық амалдарды талдай алады, поэманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдай алады және өзіндік ой пікірін жаза алады. Олай болса, Ілияс Жансүгіровтің сөзімен бүгінгі сабағымызды бастайық. Әңгіме ақан емес құлагер ғой, осыдан бастамақшы ек сөздің басын дейді. Жалпы бұл поэма жазылған кезең кеңестік кезеңде жазылған, сондықтан бұл кезде халықтардың ұлттық салт дәстүрін жазу ұлтшылдық деп танылып, оны жазуға тыйым салынған. Сол себепті ақан сері образын жасау кезінде Ілияс Жансүгіров мынадай бір сөз айтады: сұрама оның бәрін бүгін менен, тіршілік болса тағы айтып берем, ақанның ең аяулы әңгімесі тек бүгін танысалық құлагермен дейді. Олай болса бүгін құлагер тақырыбымен тағы да етене танысайық. Бірінші топқа бөлініп алайық. Екі топ: Ілияс Жансүгірұлы және ақан сері тобы. Олай болса, бірінші тапсырма сұрақ-жауап. Топтағы оқушыларға берілген сұрақтарға жауап беріледі. Қай топтың ойысы жеңімпаз болып шықса, сол топ жеңімпаз. Жеңген топқа 20 ұпай беріледі. Ал бірінші Ілияс Жансүгіров тобынан сіздерге бірінші сұрақ. Алғаш өз әкесінен және ауыл молдасынан сауат ашқаннан кейін Ілияс Жансүгіров қай жерде білім алады? Ал келесі екінші ақан сері тобында 1936-37 жылы Социалдық Қазақстан газетіне бөлім-бөлімге шыққан Ілияс Жансүгіровтың туындысы. Келесі Ілияс Жансүгіров тобынан 1919 жылы 2 жылдық мұғалімдік курсын қай қалада бітірді? Келесі ақан сері тобынан Ілияс Жансүгірұлы Қазақстан жазушылар одағын қай жылы басқарды? Қай жылдар арасында басқарды? Келесі Ілияс Жансүгіров тобынан Ілияс 1925-28 жылдар арасында қай қалада журналистика институтында білім алды? Келесі ақан сері тобынан Ілияс Жансүгірұлы қай жылы ақталды? Дұрыс. Штоппады. Келесі ақындар мен жазушылар. Топтағы оқушыларға 3 минут аралығында уақыт беріледі. Сол уақыттың ішінде өздері білетін ақын жазушыларды жазады. Егер ұқсас болып қалса сызылып отырады. Қай топтың тізімінде тұлғалар көп болады, сол топ жеңімпаз. Жеңімпаз топқа 20 ұпай беріледі. Allah. Ayıp doktor okuyup beraber. Al olsun da kimde asas olsa sıkıntı olur. Birinci Ahmet Mahayip, ikinci Ілияс Жансүгіров, üçüncü Жансүгіров.
3 Обаятын Сарин, 10 Шахар Худайбердиева, Мухаммад Мухатаев, Ахмед Абишнова, Нуржан Кабулатов, Мирбек Марин Сакин. Biz de pasta gelsin oldu size. Bir şey oldu. Сион таком более, Обаятын Сарин, Таравезов, Алиас Шансиберов, Шухан Мадуханов, Нуржан Кабулатов, Сакен Сейфуллин, Мирбек Марин, Шахар Худайбердиева, Абан Нарбаев, Кадыр Мазали, Сапаргали Бегалин, Ахмед Байтурсунов, Фариза Умарсова, Махмуд Жумабаев. Üçüncü tapsırma bolmasanga ұқсатпа. Топтағы оқушыларға бұл жолы 5 минут уақыт беріледі. Сол уақытта Ақан сері және Ілияс Жансүгірұлы туралы бір шумақ өлең жырды. Қай топтың шығарған өлеңі ұйқасты әрі мағыналы болса, сол топқа 20 ұпай беріледі. 5 минут уақыт кетті. Bir şumақ қана. Wah, bukan nama ini. Untuk pendapatan apa itu bodoh kirim? Karıştırıyor şahsiyetler bodoh. Yazım işbekleri kredi zamanında жарқыраған күн еді. Қазір мұның құрагері ойлаған маңдайына сыймай кеткен еді. Ақан сал дерсі қазақтың өлеңдері көркем әрі ғажаптың. Құлагер еркіндіктің бейнесі аспанында күлім ақан азаттың. Ұйқасты әрі мағыналы сол топқа. Мағыналы болсақ төртінші көрініс. Ілияс Жансүгіровтің өмір баяны туралы құлагер поэмасы қалай қайтадан өмірге келді сол туралы қазір шағын көрініс болады. Олай болса көрінісімізді қазір бастайық. Рөлдерде бар Ілияс Жансүгірұлы, Фатима Ғабитова, Сапарғали Бегалин, барлығы тарихи тұлғалар, Сейітжан Омаров, Айып Мүсірепов, Таравезов рөлдер. Ал бірінші көрініс қоштасу 1937 жыл 9 тамыз. Ілияс Жансүгіровтың үйінде. Балаларым туған үйдің түтінін жүрмеңдер. Фатима, сен де жылауды қой. Егер мен оралмай қалсам, Мұхтардың қамқорлығында бол. Ол сендерді жеткізбейді. Екінші көрініс соңғы сөз. 1938 жыл 26 ақпан. Ілияс Жансүгіров өте ұлы ақын. Оның өлеңдеріне кеңестік билікті ұлықтамайтыны байқалып қалады. Жолдас Жансүгіров сенің замандастарына, жазушы және бауырларына осындай дуаныстар беріп түсті. Өлеңдерімен халықты орамдасып, халық жауы атанды негіз. Мені халық жауы десеңдер, менімен кетсін бұл жалар. Заманда сіздің бауырларыма тиіспеңдер, мені өлтіріп тәнімді көмесіңдер, бірақ менің ұрпағымның рухын сындыра алмайсыздар. Ұлтым үшін халық жауы болсам, арманым жоқ.
Üçüncü görünüş arstın ақталуы. 1938 жылы 26 ақпанда атылып кеткен Жансүгіровтің қылмысы негізсіз деп табылды. 1957 жылы 4 сәуірдегі КСР жоғарғы соты әскери кеңесі қайта қарауға салып қамауға дейін Қазақстан жазушылар одағының төрағасы болған Жансүгіров қылмысы аяқталды. Төртінші көрініс қайта оралған құлагер. Мен Қазақстан жазушылар одағының хатшысы Сейітжан Омар бүгінгі күн тәртібіндегі мәселелерді назарға ұсынамын. Бірінші, Ильяс Жансүгіров, Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин қайтадан жазушылар одағына қабылданады. Екінші, Бушарстың жараларына әдеби қордан 3.000 рубль көлемінде 2 айлық материалдық көмек беріледі. Үшінші, Бушарстың шығармаларын насихаттау, жариялау туралы комиссия құрылып, комиссия төрағасы Ғабит Мүсірепов болып бекітіледі. Бүгінгі жылы алдыңғы қыркүйек айының 3 және 18 күндерінде болды. Бұл жолы 3 аңыстық шығармаларын жинақтап, олардың көп томдығын шығаруға бағытталды. Олай болса жұмысты іске кірісін. Шығармалардың мансықтап қалғаны болса, құлагерді мансықтап қалмады. Фатима, бұл дивана жараңнан шықпай, сабыр мүмкін тауаларым сен неге барар еді? Мұқтажан аман болсын, жүндемей кейін жыламасын. Құлагер дін аман, мен оны осы жасықтың шезарда болған. Бұнда тіпті Мұхтар мен Аханның да өлеңдері бар. Міне құлагер осылай аман қалған. Құлагер әннің мағынасы ол құлагерді жоқтауған емес, батыраш-қотыраштар секілді барша залымдарға қарсы айтылған, лағнет. Сондай залымдарды айыптау, күншілдікке, көреалмаушылыққа қарсы айтылған лағнет қарғыс. Тұлпарлар сорған таланттар орға жығылмасын дейді Ақан сері. Ильяс Жансүгіровтің жаңа отбасы, Фатима Ғабитова, үш бірдей алаш арысында жар болған қазақ арыстарының музасы болған осы Фатима Ғабитова татар қызы, бірақ осы қазақ арыстарының әйелі болған кісі. Міне де Ильяс Жансүгіровтің да 4 бірдей әйелі болған екен, осы Фатима Ғабитова 4-ші әйелі. Ал мына жерде серілердің серісі Ақан сері дейді. Яғни құлагер поэмасының негізгі тақырыбы осы құлагерден бөлек Ақан сері образын ашу. Мына жерде көріп тұрғандай алаштан асып туған ақтаңгері дейді, яғни Ақан сері жайлы жазылған. Келесі мына Ақан сері деген кезде тағы ескертетін ол Балқадишаның ескерткіші Ақмола облысы Зеренді ауылындағы. Келесі құлагер ескерткіші бар екен, бұл Көкшетау қаласында ашылған. Жалпы бұл ескерткіштің ашылуына көп септігін тигізген Сәдібек Түгел деген кісі. Және бұның жалпы мағлұматтар берілген. Келесі марапаттау. Енді қарап отырмыз, көп мағлұмат алған сияқтымыз, иә? Мен өзім көзіме жасалғасын, өткенде киносында көріп жатырмыз ғой, ертің қатарынан киносында көріп отырмыз. Құлагерге қандай қастандық жасалғандан жайлы білесіздер. Мен бүгінгі қалап саған үлкен рахмет, өткеннен бері мен жанынан қалмай өзіне. Талабыңа нұр жаусын, әрқашан сәттілік тілеймін, ақ жол. Бүгінгі сіздерге келетін мадақтама құлагер оқиғасының 145 жылдығына орай құлагер ерлік бейнесі атты 9 оқушылар аралығында өткен ашық сабақта жеңіп алған Ильяс Жансүгіров болып марапатталады. Қалай әдемі болсын. Осындай жеңіске Ақан сері тобы да марапатталады. Мысалға кері байланысты әдісі, мұнда қағаздар беріледі, сонда әркім өзінің ойын жазады. Бүгінгі сабақ қалай болды, не үйрендім, не тыңдадым деген секілді. Баскетшілер болды.